Жұрт ойлайды, Назарбаевты тұқым теберігімен, әулетімен неге құртып, соттайтын соттап, барын тартып алып, неге қуып жіберіп, неге жазаламайды деген түсінік бар. Қоғамға солай керек сияқты да. Путин үшін оның керегі жоқ. Путин керек активтерін алады. Назарбаевтың активтерінің бәрі, бүкіл капиталы, бүкіл билігі, саяси капиталы, түгел Путин мен оның қызмет ететін оған біздің компрадорлық Тоқаев командасына көшеді. Бұл жерде Путин ұтылмайды. Ал егер оны жазалайтын болса, онда Путиннің бет-бейнесі анық көрініп қалар еді. Бұл жерде бізге қалай қылып көрсетіп отыр? Бізге бұл Назарбаев пен Тоқаевтың арасындағы конфликт сияқты қылып көрсетіп отыр. Бұл Тоқаев билікті алғысы келіп еді толықтай. Мынау Назарбаев әулеті, Назарбаевтың өзі оған ырық бермей келді міне 3 жыл бойы. Сосын соны әйтеуір күшпен Тоқаев оны ығыстырып, өзі толықтай билікті алды деген тезисті осы формулярды бізге ұсынып отыр. Бұны ұсынып отырған Кремль бізге. Сондықтан ол Назарбаев әулетін оған жазалаудың түкте керегі жоқ. Ол онсыз да біткен адам, капитуляция жасады ол. Болды, ол ойыннан шықты. Енді оны жазалап өлтіргеннен, емаса жазалағаннан оған келіп кетер ештеме жоқ. Қайта ол оның өзінің саяси ширмасын, шілтерін жаңағы бүркеніп тұрған көрсетпеуге шымылдығын қайта пайдалы нәрсе. Бұл жерде Путин жоқ сияқты болып тұр. Көрдіңіз бе? Себебі енді қараңыз, жалпы осыған дейін де Назарбаев үкіметі кезінде де жалпы біздегі саяси консалтинг, саяси менеджменттің бәрі Кремльден келді. А мына қазір жағдайда, бұрын ақылдасатын консультативтік жағдайда болса, қазір бірден нұсқау түрінде келеді. Былайша айтқанда біздің Ақорда таза Кремльдің бір филиал кеңсесіне айналды. Оны мына соңғы болып жатқан оқиғаларды жай бағдарлап қарап отырған адамға бәрі түсінікті. Кадрлық өзгерістер болып жатыр. Сапырылыстырып, ауыстырып, сапырмайшылдық ондай. Ешбір адам өзгеріп жатқан жоқ. Өткенде мен бір сұхбатымда да айттым. Кешегі тағайындалған 22 министрдің 17-сі бұрынғы министрлер, қалған 5-еуі вице-министрлер. Енді не өзгерді? Ештеңе өзгерген жоқ. Енді әрі қарай не болады сонда сіздіңше? Егер дәл осы мына Тоқаев өкіметі алған саяси бағыт, саяси вектормен жүретін болсақ, бұл бізді тұйыққа тірейді. Үлкен өтіріктер айтылып жатыр. Тіпті адам көрмеген өтіріктер. Кез келген мысалы Тоқаевтың осы қаңтар қырғынынан бергі жасаған мәлімдемелерін, одан кейін жасаған сөйлеген сөзін, берген сұхбаттарын оқысаңыз, тіпті адамның ақылына сыймайтын өтіріктер айтылып жатыр. Ал бұл өтіріктің де бір жақсы формада айтылатын жұбаныш түрінде, мына тұрмыстық адамдық деңгейде зияны жоқ өтіріктер болады. А мына саяси өтіріктердің зардабы тіпті оны орасан, оны мына ұлтқа, мемлекетке бұндай өтіріктер жарға жығады, былайша айтқанда. Осы жерде соңғы кездер әлеуметтік желілерде жалпы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қызметіне, істеп жатқан әрекетіне, саясатына кедергі келтіру үшін Назарбаевтың әулеті, Назарбаевтың өзі түрлі айла шарғыға барып жатыр. Сондықтан да біз Тоқаевтың төңірегіне топтасуымыз керекпіз. Өйткені ол қазір жалғыз қалмауы керек деген сарындағы жазбалар көбейіп кетті. Сіздің көзқарасыңыз? Саяси манипуляция ғана, пиар технология деуге болады. Саяси технология ғана. Шын мәнінде онда ештеңе болып жатқан жоқ. Назарбаев пен Тоқаевтың арасында конфликт жоқ деуге болады, былайша айтқанда. Егер бар болса, кешегі соңғы сұхбатын қараңыз. Одан сұрады, Назарбаевқа қалай не қыламыз, баға береміз дегенде. Ол айтады, ол Назарбаев біздің мемлекеттігімізге орасан зор қызмет етті, жасаған еңбегі үлкен, қалған кемшілігі де бар шығар. Оны жаңағы тарих, ғалымдар, саясаттанушылар өз орнында уақытында баға береді дейді. Болмаса, енді конфликті болатын болса, Назарбаев әулетін енді көз соқыр, құлағы керең адам болмаса, осыған дейінгі жасаған, тонаған, алған, қаражат, бүкіл байлығын біледі ғой. Мүмкін қолымызда біздің оның құжаты жоқ шығар, бәленбай доллардың чегі жоқ шығар, бірақ бүкіл қоғам біледі ғой оны, бүкіл әлем біледі. Оның фактілерін сізде, бізде мысалы, неше түрлі қазақ кетінен бастап, неше түрлі нелер жарияланды, соңғы мысалы Пандор жәшігіне дейінгі нелер. Соны іздеп жатыр ма әңгіме?